Ардақты ардагерлер, құрметті Гүлшара Наушақызы, қадірлі әріптестер, бүгін шынында да мен үшін тарихи күн. Жаңа ағаларымыз айтып кетті, өткен тарихты 2005 жылы, осыдан 16 жыл бұрын Алла тағала бұйыртып, сол кезде облыс басшысы Икрам Адырбекұлы қала әкімі Айтбай Көшербайұлының қолдауымен қала әкімінің орынбасары қызметіне осы шаңыраққа келген болатынмын. Соның арасында уақыт деген демдекен, біраз уақыт өтіп кетіпті. Мына бірінші мен осы елбасымызға, мемлекет басшысына, үкімет басшысына, аймақ басшыларына, жерлестеріме, осындай туған қалама Израиліне қызмет жасауға мүмкіндік бергеніне басымды ризашылығымды білдіремін. Енді өмірде жұмыс барысында біраз басшылармен қызмет жасастық. Одан кейін Мұхтар Абрарұлы келді, ол кісі үлкен сенім білдіріп, облысқа, кейіннен Шелі ауданына әкім болып тағайындады. Сол қызметтің барлығын елдің қолдауымен, әріптестерімнің қолдауымен шамамның келгенінше жақсы атқаруға тырыстым. Сол еңбегімізді бағалап, 2013 жылы Қырымбек Елеуұлы үлкен азамат осы облыстың орталығын басқаруды сеніп тапсырды. Содан бері міне елге өздеріңізбен бірге жерлестерімнің, әріптестерімнің қолдауымен бірге қызмет жасап келе жатырмын. Өздеріңіз жақсы білесіздер, өткенде осы жылдың соңында заң шыққан болатын тұғын. 8 жылдан асқан саяси қызметкерлер ротация тәртібімен сондай тең басқа қызметке ауысу жөнінде. Ол жарлық 1 қаңтардан бастап күшіне енді. Сол ротация тәртібімен қазір өздеріңіз жаңа естіңіздер, Гүлшара Наушақызы айтты, Астанаға үкіметке ауысып жатырмыз. Бұл тұста Гүлшара Наушақызына да үлкен алғысымды білдіргім келеді. Үнемі маған қолдау көрсетті. Өздеріңіз жақсы білесіздер, облыс басшысы ауысқан кезде қала әкімінде ауысып жатады. Бірақ Қырымбек Елеуұлы ауысқаннан кейін Қуанышбек Досмайылұлы, одан кейін Гүлшара Наушақызы сенім көрсетіп қызметімді жалғастыруды ұсынды. Сол қызметімді енді бүгінге дейін атқарып келдім. Енді осы заң болғаннан кейін оған барлығымыз әрине бағынамыз. Гүлшара Наушақызымен ақылдаса келе, үкіметпен, президент әкімшілігімен ақылдаса келе, осындай ұсыныс түскеннен кейін кеше жаңа 1 сәуірден бастап сол жаңа қызметке өздеріңіздің қолдауларыңызбен, сіздердің тілектеріңіз шығарып кірісіп жатқан жағдайымыз бар. Бүгін енді жаңа қызметке кіріскеннен кейін әрине сұранудың өзі де ыңғайсыз. Бірақ Гүлшара Наушақызы арнайы өзі үкімет басшысынан сұрап алып, мына бүгін облыста актив өткізіп, қалада актив өткізіп, үлкен ақжолға сіздердің баталарыңызды алып беріп шығарып салып жатыр. Алтын уақытымызды бөліп, Гүлшара Наушақызы осындай үлкен саяси тарихи сәтті ұйымдастырып жатқаныңызға үлкен ризашылығымды білдіремін. Бұл мен үшін естен кетпейді. Өйткені енді әртүрлі жағдайда азаматтар қызметтен ауысып жатады. Бүгін менің жерлестерім, осы жерде ардагер ағаларым өзіңіз бастап үлкен құрметпен шығарып жатсыздар. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілікті жүктейді. Мен бұл жауапкершілікті алдағы уақытта өзім сезініп, осының үдесінен шығу үшін барлық күшімді, білімді жұмсайтын боламын. Енді Қызылорда қаласындағы жасалған жұмыстарды облыс басшысы Гүлшара Наушақызы да, ағаларымыз да, әріптестеріміз де айтты. Енді шамамыздың келгенінше жұмыс жасадық, бірақ оның барлығын осы бірінші елбасымыздың, мемлекет басшысының, үкімет басшысының, аймақ басшыларының, әсіресе тұрғындардың, қала тұрғындарының қолдауымен біздің жасаған жұмыстарымыз. Жеткен жетістіктер болса, оның барлығы осы халықтың, елдің бірлігінің арқасында біздің жеткен жетістіктеріміз. Әрине жұмыс болғаннан кейін кемшіліктер болып жатыр. Қала халқы осы кемшіліктердің барлығын кешіре білді. Біздің кішкентай жетістігіміз болса, оны айға шығарып айтып жүрді. Сондықтан мен басымды қала тұрғындарына үлкен ризашылығымды білдіремін. Кеткен кемшілік болса, оған әрине кешірім сұраймыз. Ол енді мүмкіндік болмаған шығар, бюджеттің мүмкіндіктері көтермеген шығар. Жаңа Тұрған Мамеханов ағамыз өте жақсы айтты ғой, алдағы уақытта оны тағдырдың еншісіне қалдыру керек деп келген азаматтар соны жалғастырады деп ойлаймыз. Гүлшара Наушақызының басшылығымен енді өмірімен тоқтамайды ғой, өмір болғаннан кейін ол сұраныс болады әрине.
бізге дейінде көп жұмыстар жасалды. Біздің кезімізде басқа талап болып жатыр. Ертең бұл жұмыстарда шейін болып қалады. Жаңа талаптар болады. Сондықтан сол келген әріптестеріміз осы жұмыстарды жалғастырады деген үлкен сеніміміз бар. Мен әсіресе осы жердегі қала әкімдеріне үлкен ризашылығымды білдіргім келеді. Өйткені осы ағаларымыз күндіз-түні жұмыс жасады. Ең қиын кезде жұмыс жасады. Әсіресе тәуелсіздік алған жылдары жалақы жоқ, жарық жоқ, қиын кездерде, жылу жоқ кездерде елді бірлікке шақырып, елді имандылыққа шақырып, ертең осындай керемет күннің болатынына жүректерінде жылу ұялатқан осы ағаларымыз, елдегі ардагер ағамыз, қалада қала басшылары, жерлестеріміз, қала басшылары осында отыр. Бүгінде не деген үлкен құрмет бұл маған, үлкен сыйластық. Біз келгелі, жаңа Бақберген Сәрсенұлы облыста өте жақсы айтты. Біз өте сыйластықта болдық. Ағаларымызбен үнемі ақылдасып тұрдым. Сіздердің бастаған жұмыстарыңызды мен жалғастыруға келдім. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Біздерден қандай кемшіліктер кетіп жатыр? Не айтасыздар деп үнемі ақылдасып тұрдық біз. Жоқ дегенде жылына бірнеше мәрте жинасып тұрдық. Сол ағаларымыз бүгін де сыйлап келіп жатыр. Бұл үлкен сыйластық, ағалық, інілік, бір үлкен ағаға, ініге деген үлкен құрмет деп білемін. Шақырса да қазір уақыт жоқ, келмеуі де мүмкін. Уақыты болса да келмеуі мүмкін. Мен оның бәрін жақсы білемін. Ауылда өстік, білеміз, саясатты да білеміз. Бірақ алтын уақыттарды бөліп бүгін менің ағаларым осы қала басқарған түгел осында келіп сіздерге ерекше алғысымды білдіремін. Бүгінгі қалада жеткен жетістікке сіздердің үлкен үлестеріңіз бар. Сондықтан сіздерге үлкен ризашылығымды білдіремін. Біз сол жұмыстарды жалғастырдық. Енді бізден кейінгі келген азаматтар да соны жалғастырады деген үлкен үмітіміз бар. Осында әріптестеріміз отыр, қалаулылар отыр. Сіздерге де үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Жаңағы ағаларымыздың берген батасы ол сіздердің еңбектеріңіз. Жалғыз мен емес, мен ұйымдастырушы, орындаушы, сіздер соның бәрін жасаған. Сіздерге әріптестеріме үлкен ризашылығымды білдіремін. Жұмыс барысында қатты кеткен жерлеріміз болса, оған кешірім сұраймын. Ол тек жұмыс жүрсін деген ниетпен айтылған. Немесе мен сіздерді жақсы көремін, мен сіздерді құрметтеймін. Қай кезде де. Өйткені сіздердің қолдауларыңызбен осы жұмыстың бәрі жүзеге асты. Тағы да енді құрметті жерлестер, ардақты ағалар, енді толықта тұрмыз. Әрине, қанша дегенмен адамда қимастық сезім болады екен. Мен шиеліден осы қалаға ауысқан кезде де сондай сезім болған. Әйтпесе енді былай жоғарылап бара жатырмыз. Соның өзінде де шамалы қимастық сезім болды. Сөйтсем жаңағы Иван Владимирович айтқан ағам айтады, Нұрбек сен бір мықты жігіт едің ғой, неге көңілің босап отыр дейді. Мен айтам, аға, сіз енді әскерде бір кісімен 2 жыл болсаңыз қимайсыз ғой деймін да, сонымен өмірлік дос болып кетесіз. Мен сіздермен 5,5 жыл қызмет жасадым. Қалай мен сіздерді қиямын деймін ғой. Сол айтпақшы, 8 жыл бірге істегеннен кейін әрине біз қимаймыз, ағаларымызды қимаймыз, әріптестерімізді қимаймыз. Бірақ енді алыста емеспіз, ағаларымыз айтып жатыр, хабарласып тұрамыз, жақсылығымыз болады, қиыншылығымыз болады, олаймен қиыншылықтан аман болайық. Жақсылықта хабарласып тұрайық, қолдан келсе қолдауға әркез дайынбыз. Мен сіздерді қатты жақсы көремін, құрметтеймін. Қаламызды жақсы көреміз, сүйікті қаламызды, елімізді жақсы көреміз. Енді бізге бәрі ел бірдей, бірақ дегенмен туған жердің орны ол әрбір азаматқа бөлек, ол ыстық. Сондықтан қайда жүрсек те осы туған жерде біздің жүрегіміз соғады. Өзіміз Астанада болсақ та жүрегіміз, тілегіміз, ниетіміз сіздермен бірге осы жерде деп қабылдайсыздар. Тағы да Гүлшара Наушақызы, сізге ардақты ардагерлер, сіздерге, жерлестеріме, әріптестеріме үлкен ризашылығымды білдіремін. Отбасымның атынан, әулетімнің атынан үлкен сіздер қолдау көрсетіңіздер. 8 жылда ешқандай артық әңгіме болған жоқ деп есептеймін. Әйтпесе болады ғой, көп отырды, басқа деген әңгімелердің барлығы. Оның барлығы болса да іште болды, сыртқа шыққан жоқ. Сондықтан осы мүмкіндік бергендеріңізге осындай ұзақ уақыт елге қызмет жасауға басымды иіп алғысымды білдіремін. Тағы да осындай мүмкіндік берген басшыларыма, жаңағы осы қызметке тағайындаған Қырымбек Елеуұлына ерекше алғысымды білдіремін. Сондықтан құрметті жерлестер, аман болайық. Мынау елімізде бейбітшілік болсын, еліміз өсіп өркендей берсін, сірелі өркендеп өсе берсін, оның ішінде Қызылорда қаласы жайнай берсін. Аман болыңыздар.